Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ірі тұлға. Ірі тұлғалар туралы жазу да оңай жұмыс емес. Бұндай кісілерге жеке адам емес, тарихтың өзі баға береді. Демекең халықтың үлкен сүйіспеншілігіне ие болған адам. Қазақстанның қай түкпіріне барсаңыз, ол кісінің есімін үлкен құрметпен атайды. Сондықтан да халқы оны Демекең, Димаш аға, Димаш Ахметович деп атаудың өзі осы сүйіспеншілікке байланысты деп түсінемін. Демекеңнің көп қасиеттерінің бірі кездескен адамды кәрісі болсын, жасы болсын, ер адам болсын, әйел адам болсын, қай халықтың өкілі болмасын, өзіне тарта білетін, жатсынбайтын. Ол кісі қабылдаған адамдардың ішінде бірде-бір ренжіп кеткен адамды көрген жоқпын. Жеке адамдарды қабылдаған уақытында ол кісі көп уақыт алмай негізгі мәселені тыңдап шешуге, көмектесуге тырысатын. Көптеген хаттарды өзі оқуға да уақыт табатын. Демекеңнің өзі-өзіне қатты талап қойып, жұмыс уақытын жақсы ұйымдастыра білетініне бәріміз таңғалатынбыз. Республиканы басқару үшін оны ең алдымен өте жақсы білу керек. Ол кісі елді көп аралайтын. Барлық облыстарда, аудандарда болған кезде халықпен көп кездесуге, пікір алмасуға тырысатын. Демекең жастарды еңбекке, оқуға, білімге, өнерге тәрбиелеу мәселесін күн тәртібінен түсірмейтін және оның орындалуын үнемі қадағалап отыратын. Демекең өзі де өндірісте шыңдалған еңбек адамы, инженер, ғалым. Ол кісі Қазақстан қалаларының құрылысына айрықша мән берген. Әр қаланың бүгінгі өміріне сай болуын талап ететін. Алматының көркеюіне жасаған еңбегі көл көсір. Біздің көз алдымызда ғажайып ғимараттар бой көтерді. Саялы бақтар мен гүлзарлар жасалды. Достық, Әл-Фараби даңғылдары, Республика алаңы, әлемге әйгілі Медеу спорт комплексі, Даңқ мемориалы, Республика сарайы, аэро және темір жол вокзалдары, Арасан кешені, Достық үйі, Қазақстан қонақ үйі, Алатау, Алматы санаторийлері, оқушылар сарайы. Санай берсең сан жете қоймас. Осындай сәулетті де, сәнді ғимараттар ел игілігіне айналды. Республиканың орталық мұражайын салуға өзі тікелей басшылық жасады. Ішін тарихи экспонаттармен толтыруды, қазіргі талапқа сай безендіруді орталық комитеттің насихат және мәдениет бөлімдеріне тапсырды. Мұражайды іске қосатын күн жақындаған сайын ондағы жұмыстың жай-жапсарынан хабардар боп, тікелей өзі қадағалағаны бар. Мұражай қызметкерлері, суретшілер, дизайнерлер, партия қызметкерлері күн-түн демей еңбек етті. Сөйтіп Демекең талап еткен уақытында мұражай халыққа есігін айқара ашты. Осы мұражайды алғаш көрушілердің қатарына келген дүние жүзіне әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматов мұндай мәдениет ошағын Еуропаның ең ежелгі астаналарынан да көре алмадым дегенді айтып еді. Оны өз құлағымызбен естідік. Тамаша концерт залына кірген уақытта жоғары жаққа көз салсаңыз халқымыздың белгілі өнер қайраткерлерінің, сазгерлер мен әншілердің бейнелерін көресіз. Бұндай суреттерді тек қана Мәскеудің консерваториясынан үлкен концерт залынан ғана көре аласыз. Демекең Мәскеуде оқыған кісі, мәдениетті, әдебиетті, тарихты жақсы білетін және жақсы көретін жан. Өзі көрген жақсы нәрселерді әр саланың озық үлгілерін туған астанамызға әкелуге тырысты. Соның бірі осы орталық концерт залының жалпы құрылысы мен ішкі тамаша тарихи есімдер бейнелерімен безендірілуі. Ол кісінің театрларға баруы да республика басшыларына, Астана халқы мен қонақтар үшін де есте қалатын салт жоралғысына айналды. Театрда қойылып жатқан жаңа спектакльдерге басқа жерден келген үлкен мәдениет қайраткерлерінің қатысуымен өтетін концерттерге баруымызды талап ететін. Ол кісі барған уақытта театрға келген жұртшылық жылы қарсы алып бір жасап қалатын. Демекең театрларға, киноларға әрдайым Зухра Шәріпқызы екеуі бірге баратын. Бұл да бізге өнеге еді. Өнер мен мәдениет қайраткерлері басшылары ғана емес, бастықтар оларға тәуелді болғанда ғана іс ілгері басады дейтін. Димаш ағаның тағы бір қасиеті ата-анасына, жарына, туған-туысқандарына деген қамқорлығы, сүйіспеншілігі. Ол кісінің әкесіне сәлем бере барғанымызда мына бір жайдың куәсі болдық. Ахмет Ақсақал көп сөйлемейтін, өте салмақты адам еді. Демекең келіп жатқан кісілердің әрқайсымен таныстырып жатты. Ақсақал асықпай тыңдап отырды, сыпайылап ризашылығын жеткізді. Осы арада байқап қарасам, Демекеңнің ол кезде 60-тан асқан, ал Ахмет Ақсақалдың 85-тегі кез екен. Демекең әкесінің алдында үлкен кішіпейілдікпен бала тұрғысынан сөйлеп, ізеттілік сақтап,
ілтипат көрсетіп отырғанына таң қалдық. Димекеңнің жұбайы Зухра Шәріпқызы да өте мәдениетті адам еді. Димекең өзінің айналасына тәжірибелі қызметкерлермен бірге жас кадрларды да жинай білді. Олардың қалыптасуына, әртүрлі саладан өсулеріне қамқорлық жасады. Димаш ағаның өзі сол жастарға бүкіл халыққа үлгі болып, кең байтақ Қазақстанды табыстан табысқа жеткізіп, бүкіл жер жүзіне көрсете білді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қазақ халқы Қазақстанда тұратын барлық халықтар үшін жасаған еңбегі зор.